Кешірі қымбатты бауырластар, біздің кезекті бағдарламамызға қош келдіңіз. Біздің заманымызда ақпаратты жеткізудің көптеген техникалық мүмкіндіктері бар. Көптеген адамдарда телефондар бар. Екіншілері электрондық пошта арқылы қарым-қатынас жасайды. Енді біреулері әлеуметтік байланыс жүйелері арқылы қарым-қатынас жасайды. Ал көпшілігі бір мезгілде байланыстың барлық түрлерін қолданады. Сонымен бірге кітаптан, газеттен, радио, теледидар бағдарламалар арқылы және ғаламтор мен смартфонның әртүрлі қызметтері арқылы ақпарат алудың көптеген жолдары бар. Алайда өкінішке орай осындай ақпарат ағысында тек жақсы, пайдалы ақпараттар ғана емес, сонымен бірге жаман ақпараттар да тарайды. Тек шындық емес, сонымен бірге жалған мен жала жабу да айтылады. Сергей Дебелинский деген кісі ақпараттық соғыс туралы ойлар деп аталатын қызық мақаланы жазды. Ол былай дейді: бүгінгі күнде дүниеде әртүрлі соғыстар жүріп жатыр. Осы соғыстардың бірі ақпараттық соғыс. Мұнда бұқаралық ақпараттар құралы қатысады. Соғыс қатал, бұл қарым-қатынасқа ықпал етеді. Сондықтан ең жақын адамдар жауға айналуы мүмкін. Шындықты қабылдауға ықпал етеді. Сондықтан олар жарықты түнек, ал түнекті жарық деп айтуы да мүмкін. СССР-ның кезінде өмір сүрген сенушілер мұны толық сезінді деп ойлаймын. Өмірлік құндылықтарды, адамгершілік құндылықтарды таңдауға ықпал етеді. Жаратқан ие, жалған куә өтірік айтатын, ағайын арасында араздық тудыратынды жаратпайды. Жазба біздің қамымызды ойлап, осындай тұзаққа түсіп қалмауымыз үшін, қателіктеріміз азырақ болуы үшін, біз рухани сергектікті жоғалтып алмауымыз үшін бізге біршама тәлімдер мен үлгілер береді. Әрі қарай ол біз естіген ақпаратқа қалай қарауымыз керектігіне қатысты 5 қағиданы ашып көрсетеді. Оның қағидаларының бірі киелі жазбадағы сөздерге негізделген. Ол Мысырдан шығу кітабының 23 тарауында жазылған. Құр лақап таратпа, жалған куәгер болып әділетсіз адамға қол ұшын берме. Куәгер немесе оқиғаның куәгері бар жерде ақпарат құнды болады. Құрбос әңгімеге сенбе. Осылайша өсекші өсек таратушыға айналуы мүмкін. Көлік апаты болған жерге шақырылған полиция әдетте қоятын бірінші сұрақтардың бірі: куәгерлер бар ма? Даулы мәселелерді шешуде олар өте маңызды. Киелі жазбадағы ескертуді тағы да бір рет есімізге алайық. Құр лақап таратпа. Жалған куәгер болып, әділетсіз адамға қол ұшын берме. Куәгерлер бұл оқиғаның куәгері немесе қатысушылары болған адамдар. Олар болған оқиғаны өз көзімен көрген әрі естіген. Олар оқиғаның іс-әрекеттің шынымен болғанын растайды. Киелі кітапта заңды қайталау кітабында Құдай бізге Мұса арқылы ескертеді: егер біреу қылмыс не күнә жасапты деп айыпталса, оған үкім шығаруға бір ғана адамның куәлігі жеткіліксіз. Әрбір іс ең кем дегенде 2 не 3 куәгердің айтқандарымен дәлелденуі керек. Ал киелі жазбаның басқа кітабында, нақыл сөздер кітабында былай деп оқимыз: адал куәгер адам жанын сақтар, жалған куәгер көпті алдар. Тағы да бір үзіндіде келесі сөздерді оқимыз: ешкімді бекерге айыптама. Ілияс пайғамбардың заманында мынадай оқиға болған. Бұлардан кейін Израильдік Набутай деген кісінің жүзімдігіне байланысты мына оқиға болды. Осы жүзімдік Самарияның патшасы Ахаптың Израиль қаласындағы сарайының жанында орналасқан еді. Ахап Набутайға: жүзімдігің менің сарайымның қасында екен, оны маған бере сал, сонда көкөніс өсірейін. Ал оның орнына мен саған одан әлде қайда артық бір жүзімдікті берейін. Не болмаса құнын күміспен төлейін деді. Бірақ Набутай оған: бұл жүзімдік ата-бабаларымнан қалған мұралық үлесім, оны сізге сатудан жаратқан иенің өзі сақтасын деп жауап қайтарды. Израильдік Набутайдың ата-бабаларымнан қалған мұраны сізге бермеймін деген жауабына Ахап қапаланып, түнере ашуланған күйін сарайына қайтты. Сонда ол төсегіне жатып, бетін басқа жаққа бұрып, нәр татпады. Әйелі Езабел Ахаптың бөлмесіне кіріп, тіпті тамақтан бас тартайтындай: неге көңіліңіз түсіп қапаланып отырсыз деп сұрады. Ахап былай деп жауап қатты: мен Израильдік Набутайға жүзімдігіңді маған күміске сатшы, немесе оның орнына басқа жүзімдік берейін деп едім, бірақ ол
мен сізге жүзімдігімді бермеймін деп бас тартты. Сонда Езабел, сен енді осындай әрекетіңмен Израильге патшалық құрасың ба? Орныңнан тұрып тамақ же. Ол туралы уайымдамай-ақ қой. Израильдік Набутайдың жүзімдігін мен ақ қолыңа тапсырамын деді. Езабел Ахаптың атынан бірнеше хат жаздырды да, оларды патшаның мөрімен бекіттіріп, Набутайдың тұрып жатқан қаласының ақсақалдары мен басқа да жетекшілеріне жібертті. Сол хаттарда ол былай деп бұйырды: ораза тұту күнін жариялап жиналыңдар, сонда Набутайды төрге отырғызыңдар. Оған қарама-қарсы екі арсыз адамды отырғызып, олар Набутайды сен Құдай мен патшаға қарсы қарғыс айттың деп айыптасын. Содан оны қаладан шығарып, таспен атқылап өлтіріңдер. Израиль қаласының ақсақалдары мен атақты байлары Езабелдің хатында бұйырғанын бұлжытпай орындады. Олар ораза тұту күнін жариялап, Набутайды төрге отырғызды. Екі арсыз адам да келіп, оның қарсы алдына отырды. Сол екеуі халықтың алдында Набутай Құдай мен патшаға қарсы қарғыс айтты деп жалған куәлік келтіріп, кінә тақты. Содан халық Набутайды қаланың сыртына алып шығып, таспен атқылап өлтірді. Мұнан кейін ақсақалдар Езабелге Набутай таспен атқыланып өлтірілді деген хабар жіберді. Езабел оның осылай өлтірілгенін естігеннен кейін Ахапқа: бар да Израильдік Набутайдың саған күміске сатудан бас тартқан жүзімдігін иемденіп ал. Өйткені Набутай жоқ, өліп қалыпты ғой деді. Израильдік Набутайдың өлгенін естігенде Ахап орнынан тұрып, оның жүзімдігін иемденіп алмақ болып сонда барды. Киелі жазбадағы ескертуді тағы да бір рет есімізге салайық. Адал куәгер адам жанын сақтар, жалған куәгер көпті алдар. Иә, Құдай бізге өсиет берді, ешкімді бекерге айыптама деп. Алайда Езабел бәрін керісінше істеді. Ол адал адамды бекерге айыптады. Сондықтан ол өзінің әрекетінің сұмдық салдарын тартты. Осы оқиғадағы ең өкініштісі, құрметті, беделді адамдар осындай әрекетке барады. Патша да өзінің мақсатына қол жеткізу үшін осындай күнәлі жолды пайдаланады. Әр қарай не болғанын тыңдаңыздар. Құдай патшаға Ілияс пайғамбарды жібереді. Ал жаратқан ие Тішпелік Ілияс пайғамбарға сөзін арнап былай деді: жиналып Самарияда тұрып жатқан Исраил патшасы Ахапқа бар. Дәл қазір ол Набутайдың жүзімдігін иемденіп алу үшін сонда ылдилап барды. Оған менің атымнан былай де: жаратқан ие мынаны айтады: кісі өлтіріп, енді оның мұралық жер үлесін тартып алмақсың ба? Оған тағы мына сөзді айт: Набутайдың қанын жалаған орында иттер сенің қаныңды да жалайтын болады. Біздің заманымызда ақпаратты жеткізудің көптеген техникалық мүмкіндіктері бар. Алайда өкінішке орай, осындай ақпарат ағысында тек жақсы, пайдалы ақпараттар ғана емес, сонымен бірге жаман ақпараттар да тарайды. Тек шындық емес, сонымен бірге жалған мен жала жабу да айтылады. Егер сіз өтіріктің бастауы, шайтанның осы тұзағына түсіп қалған болсаңыз, онда бұдан шығудың тек бір ғана жолы бар. Бұл күнәні мойындау. Киелі жазба бізге Құдайдың бұған қалай қарайтынын айтады. Күнәларын жасырған жан өркендемейді. Оларын мойындап, бас тартқан рахым көреді. Кімнің алдында күнәмізді мойындауымыз керек? Ең алдымен сот басталмай тұрып, сотталушының алдында мойындау керек болады. Ал жаратқан ие Иса Мәсіхті осы дүниеге соттаушы етіп тағайындаған. Тыңдаңыздар. Өткен дәуірлерде Құдай мұндай ұғымсыздыққа сабырлық көрсетті. Алайда қазір ол барлық жердегі адамдардың бәріне де теріс жолдан қайтуды бұйырады. Себебі ол осы дүниені әділдікпен соттайтын күнін белгілеп, сотты жүргізетін кісіні тағайындап қойды. Бұл жерде Иса туралы айтылып тұрғаны мән-мәтіннен көрініп тұр. Және әрі қарай былай деп оқимыз: барлық адамзатқа мұның дәлелі болсын деп, Құдай сол кісіні өлімнен қайта тірілтіп алды. Болашақта ол соттаушы болады. Бірақ бүгінгі күнде сотқа дейін ол біздің құтқарушымыз, ол біздің қорғаушымыз болғысы келеді. Жохан жазған ізгі хабарда біз былай деп оқимыз: өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Ол біздің күнәларымыз үшін алдын ала құн төледі. Енді бізге кешірім ұсынады. Біз оған сенім артуымызға болады.
киелі жазба ол туралы, шынайы хабарды адал жеткізген Иса Мәсіх сендерге рахымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін. Иса Мәсіх өлімнен қайта тірілгендердің ең бастысы, әрі жер бетіндегі патшалықтардың әміршісі. Мәсіх бізді сүйіп, өзін құрбан етіп қанын төгуімен күнәларымыздан тазартып арылтты, дейді. Ол бізді шақырады. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер бәрің. Жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Қамытымды бірге киісіп, үйреніңдер өзімнен. Өйткені жуас, кіші пейілмін шын жүректен. Тыныштық табады сонда көңілдерің, себебі ыңғайлы қамытым менің, әрі жеңіл жүктейтін міндеттерім. Және де киелі жазба бізге былай дейді. Күнәларын жасырған жан өркендемейді, оларын мойындап бас тартқан рахым көреді. Осымен мен сіздермен қоштасамын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Күлімдеп күннің көзі бойыма жылу берді. Киелі тәңір сөзі жаныма қуат берді. Тәңірім сүйем деді, жанарым күлім деді. Арманым бұдан артық бар меді. Тәңірім сүйем деді, жанарым күлім деді. Арманым бұдан артық бар меді. Жарқырап көрінеді мәңгілік өмір лебі, жүректен сезіледі тәңірдің ыстық демі. Өмірдің қайнар көзі киелі тәңір сөзі, сол түні жер бетіне келді өзі. Өмірдің қайнар көзі киелі тәңір сөзі, сол түні жер бетіне келді өзі. Жұбатып көңілімді, өзгерткен өмірімді, қуантқан жүрегімді, сүйемін тәңірімді.